Талдықорғандық оқушы Брайль әріптерін үйрететін құрылғы құрастырды. Жас өнертапқыштың туындысы қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде жұмыс істейді. Диана Хасимова есімді жасөспірім өз идеясын 2,5 айда жүзеге асырған. Ұялы телефон іспетті құрал, әріптік және цифрлық белгілерді дыбыстай алады. Арнайы батырмаларымен, басқару тетігімен жабдықталған. Электр тоғымен қуаттау мүмкіндігі де қарастырылған. Автор жобаны оқу орындарында қолдану үшін жасапты. Көмекші құрылғыны Қазақ зағиптар қоғамы қоғамдық бірлестігінің өкілі сынақтан өткізіп, кітаптардың аудио нұсқасын дайындайтын студия ашты. Менің ойымша ол өте ыңғайлы, өйткені әр дыбыстарды тез айта алады және дилей промежутығы бар. Ол тек қана 3 секунд тұрады. 4 бағытымыз бар. Бірінші бағытымыз аудандағы библиотекаларды адаптация жасау. Екінші бағытымыз мүгедектігі бар азаматтарды библиотекарға оқыту. Үшінші бағытымыз тифлопедагогтарға оқуына ықпал жасау. Төртінші бағытымыз бұл аудиостудия мүгедектігі бар азаматтардың білімінің арттыруына және оны кітапты плоскопечатный емес аудио форматта оқуына көмек көрсетеді.